Құрметті көрермендер, естеріңізге салып өтейік, 25 ақпан, яғни ертең Назарбаев орталығында камералық хор ұжымының алғашқы концерті болады. Осыған орай біз бүгін студиямызға Астана қаласы мемлекеттік филармониясы камералық хор ұжымының директоры Салтанат Сәбитқызын арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Биыл камералық хор 10 жылға толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Енді алғашқы концерт ұйымдастырайын деп жатырсыз. Дайындық қалай болып жатыр? Астана қаласының мемлекеттік филармонияның камералық хоры биыл 10 жылға толады. Осы жылдар аралығында осы ұжым үлкен жетістіктерге жетті, және де бірталай халықаралық байқаулардың жүлдегері атанды. Алайда елордамызда Астана опера театрының ашылуымен байланысты филармонияның бірталай ұжымдары жаңа ұйымдастан өтті. Солай камералық хордың құрамы 95%-ға өзгерді. Жаңадан кісілер шақырылды, және де дарынды, шетелге танымал, Қазақ ұлттық өнер университетінде сабақ беріп жүретін доцент Гүлмира Казикқызы Құттыбадамова жетекші ретінде, көркемдік жетекші ретінде шақырылды. Сол қазіргі таңда осы ұжым енді ол жаңа ұжым болды. Өйткені жаңа әншілер келіп жатыр. Ертең 25 күні осы жаңадан құрылған камералық хордың тұсаукесер концерті болады. Енді бұл концертке дайындық қалай болып жатыр? Қандай осы кеште қандай әндер шырқалады? Несімен ерекше болмақ? Осы кеште осы концерттің атауы 20 ғасырдың үндестігінің бояулары деп аталады. Өйткені осы концертте 20 ғасырдың композиторларының шығармалары орындалады. Ол Қазақстанның композиторларының және де шетел композиторларының шығармалары орындалады. Қазақстанның мысалы Бақытжан Байқадамов, Ахмет Жұбанов, Еркеғали Рахмадиев, Мансур Сағадов, Анатолий Молдов, сосын қазіргі кездегі композиторлар Серікжан және Әлиби Абдинуровтардың шығармалары орындалады. Ал шетелге келетін болсақ, ол Георгий Свиридовтың шығармалары, Юрий Фалик, Юрий Евграфов және Диорд Орбанның шығармалары орындалады. Осы композиторлардың, біздің және шетелдің композиторлардың бір-бірімен сондай салыстыру сияқты сондай концерт болады. Осындай тамаша кеш ұйымдастыру ол бір адамның еңбегі ғана емес. Бүкіл ұжымның еңбегі. Осы ұжым жайында айтып берсеңіз. Қанша адам бар? Біздің хорымызда 32 адам бар. Өзім осы ұжымда ән айтамын. Хормейстеріміз бар, Даурен Мусин. Әрине, біздің концерттеріміз, біздің филармонияның бас директоры Сәкен Сейтқалиұлы Абдрахмановтың қолдауымен әрқашанда өтеді. Ол бізге әрқашанда қолдау көрсетеді, өтініштерімізді қалдырмайды. Және де оның орынбасарлары Арашида Нұрышқызы Түсіпбекова және Нұрғали Тұрлыбеков әрқашанда қолдау көрсетеді бізге. Жалпы айтқанда, бүкіл филармонияның ұжыммен бірге жұмыс жасаймыз. Жалпы жұмыс ол енді ұжыммен жүретінді белгілі ғой. Салтан ханым, енді осы алдағы уақытта осы хордың құрамын өзгерту болмаса жас өнерпаздарды хорға енгізу жоспарда бар ма? Қандай талап қойылады? Мәселен, осы хорға кірем деген азаматтарға. Негізі қазіргі хордың құрамы Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері және де түлектерінен құрылады. Олардың барлығы халықаралық конкурстардың лауреаттары. Енді осы жайтта мен Қазақ ұлттық өнер университетінің Айман Қожабеков Мұсақаджаевының басшылығымен университеттің сондай бүкіл Қазақстанға және де шетелге сондай өнер мекемелеріне, кәсіпорындарына сондай талантты, дарынды кадрларды дайындайтын деп айтқым келеді университеттің. Енді әзірше біз құрамды өзгертпейміз. Келесі бос орындарды басу байқауы тамызда немесе қыркүйекте жариялайды. Талаптар жайында. Әрине, ол ең бастысы музыкалық қабілеті болу керек. Әншінің келесі ол
дауыс әдемі болу керек. Міндетті түрде. Әрине, иә, өйткені хор көптеген дауыстардан құрылады. Ол бір инструмент, аспап. Мен альт тобында ән айтамын. Ол әйел дауысының төменгі дауысы. Мәселен, қазір енді осы альт дауысын бізге естуге мүмкіндік бар ма дәл қазір студиямызда? Мәселен, сіздің дауысыңызда. Енді біздің ойымызша бұл камералық хордың құрамындағы әншілер ол текке жүрген әншілер емес. Енді сізге қиындық тудырмайтын шығар дәл қазір. Бір үзінді ғана орындап берсеңіз. Әдетте әншілердің көбісі таңертең дауыс ашылмайды деп айтып жатады. Бірақ сіз енді мамансыз ғой. Қандай ән айтып бересіз? Енді елігі айтып берейін. Жақсы. Күтпеген жерден. Күтпеген жерден барлық. Бұл тікелей эфир күтпейміз біз еш нәрсені. Келдеп едің елігі-ай, келіп тұрман ағау, отқа түспей өртеніп, еріп тұрман. Елігі-ай, 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 сәулем елігі-ай. Елігі-ай, сәулем елігі-ай. Тамаша. Енді күтпеген жерден әрине дауыс ашылмаған әрі. Жоқ, өте тамаша. Сонда да керемет болды. Осы кез келген концерт ол әрине көрермен үшін ұйымдастырылады. Осы классикалық музыкаға деген қызығушылық қандай деңгейде біздің елімізде? Көрермен көп пе? Классикалық музыка ол музыканың негізі ғой. Мысалы, басқа салаларда айтсақ, мысалы математикада айтады, таблица умножения деген бар. Көбейді кесіз. Мысалы, сол классикалық музыка осы сияқты, ол негізінде жатыр. Ешбір музыкант классикалық музыкасыз өспейді. Оның ең басында, мысалы, Бахты, Бетховенді міндетті түрде айту керек. Көрермендер бар, енді қазіргі кезде одан да көбейіп жатыр. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп білеміз. Ендеше жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Ертеңгі кештеріңіз, ертеңгі концерттеріңіз сәтімен болғай. Рахмет. Мен айтқым келеді. Құрметті астаналықтар және де қала қонақтары, осы біздің ауа райымыздың қатал, аяз болғанымен біз сізді концертте ертең күтеміз. Концерт қызық болады. Концертке келіңіздер, бізді қолдаңыздар деп айтуға болады. Жақсы, жылы көңіл күймен сіздерде қарсы алады, классикалық музыкамен жылытады деген ойдамыз. Құрметті көрермен, біз бүгін Астана қаласы мемлекеттік филармониясы камералық хор ұжымының директоры Салтанат Сәбит қызымен сұхбаттастық.